менің арнама қош келдіңіз. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Тағдыр. Әңгіме. Аспан шыр айналып, бұлттар оңды-солды көшіп, жер дүние аласапыран болып жатты. Берік өзінің қатты құлағанын да сезбеді. Көз алдынан бақытты балалық дәурені, бауырымен бірге болған сәттері бірнеше секунд ішінде өте шықты. Кенет қолы інісінің қолынан босатылып, сылқ етіп жерге тиді. Бір бөлмелі пәтерде жарынан айырылған ана 3-4 маскүнеммен бірге қызара бөртіп ащы суды қылғыта жұтып жатыр. Жары дүние салғаннан бері байғұс әйел ащы сумен әбден дос боп алды. Содан бері қай-қайдағы көшенің қаңғыбас дуаналары осы үйден шықпайтын болды. Бөлме іші жұтаңқы. Майысқан төсек, бір сандықтан басқа ештеңе жоқ. Барлық дүние сатылып, араққа жұмсалған. Бейба ғана екі баласының қайда жүргенінен хабарсыз, тіпті олар үйден қашан шығып кеткені де есінде жоқ. Жарынан айырылған соң балаларын мүлдем ойламайды. Тас жүрек қатыгез болып алған. Ол үшін керісінше удай мас болып, көңіл алдаған уақыт әлдеқайда жақсырақ көрінетін сияқты. Ал балалары болса анасының мейірімін сағынатын. Кейбір кездерде әкесімен бірге болған күндер ертегі іспетті елестейтін оларға. Отбасымен бірге туған күн аталмай қоймайтын. Шаттық күлкі, қуанышты жүздер ұзақ күнге естен шықпайтын еді. Қазір оның біреуі де болмайды. Кешқұрым ағалы інілі болып екеуі көз шырынын қандырып алуға үйлеріне келсе, аналарының қаңғыбастармен бірге күндегіше мас отырғанын көрді. Есіктен кіре бере маскүнемнің бірі Беріктің жағасынан ала түсті. Ақша әкелдіңдер ме деп әкіреңдей жөнелді. Жоқ деді Берік басын салбыратып. Өңшең арамтамақ немелер иттің ғана баласы бол деп тепкілей бастады. Берікті көтеріп алып қабырғаға соқты. Араққа тойған маскүнем ана арашалауға келмеді. Тұруға қауқары да жоқ. Үрпиіп отырған жерінде отыра берді. Інісі Серік шырпыр бәйек болып жүр. Екінші маскүнем. Қой, жетер енді деп баланың иығынан теңселіп тұрған жігіттің қолын жұлқып тартып қалды. Қызу қанды маскүнем көзінен от шашып тағы ұмтылмақ болғанда, екеуі сытылып кетіп сыртқа қашып үлгерді. Берік аяғынан баса алмай ақсаңдап әзер келеді. Бет аузы домбығып ісіп кеткен. Артында теңселіп келе жатқан маскүнемнен бұзылған тамның ішіне келіп жасырынды. Маскүнем жігіт арлы белі сенделіп жан-жағына қарап айқайлады. Берік пен Серік үн шығармады. Тастүмекте еш нәрсе байқалмаған соң әлгі маскүнем кетіп қалды. Әрмен қарай ағасын жетелеп бір үйдің жертөлесін келіп паналады. Көп қабатты екен. Бұл жер үйлерінен қарағанда жайлы, шусыз, жып-жылы. Серік ағасын жатқызатын матрас тауып алды. Тезірек қимылдап ағасын матрасқа жатқызды. Қасына өзі де жатты. Беріктің қызуы көтеріліп, түнімен мазасы кетіп сандырақтап шықты. Інісі тезірек таң атса екен деп ойлаумен болды. Таңертең тысқа шықты. Көше бойынан арлы-берлі өткен адамдарға қарай. Бұл өмірде мейірімді жан бар ма? Қайтсем ағамды емдеймін деп іштей қынжылады. Серіктің есіне дәріхана түсті. Жанұшыра жүгіріп келіп сатушыдан дәрі беруін өтінді. Көк тиыны жоқ бұл балаға сатушы қыздың көңілі жібімеді. Кеудесінен итеріп, есікті тарс жауып алды. Мұңайған жүдеу жүзі жанашырлық. Басы салбырап кері қайтты. Қайтсем де ағам сауығып кету керек деген ой оны жігерлендірді. Көшенің арғы бетінен қайыр-садақа сұраған бір бейбақ адамды көрді. Адамдардың қорапқа тиын-тебен тастап жатқанын байқаған Серіктің басына бір ой келді. Сол көшенің бойына барып салтақ-салтақ алақанын жайып тұра қалды. Кешке жақын ағасына олжалы оралды. Беріктің аяғына Серік жаңадан аяқ киім сатып әкеліпті, бір күндік азығында ұмытпапты. Берік сыммен байланған ескі етігін шешті де, жаңа етікті киіп алды. Інісіне дән риза. Көңілі жайланғанмен денесі сал боп, қозғалтпай ауырып тұр. Інісіне ауырғанын білдіртпей іштей қиналды. Әкелген азықтарына тояттай жеп алған соң, ағалы інілі екеуі моп-момақан болып құшақтасып тәтті ұйқыға кетті. Таң атысымен Серік кешегі жұмысына қайта кірісті. Осылайша бірнеше күн жертөлесіне жұмысынан көңілді оралатын болды. Бірақ қуанышы ұзаққа созылмады.
Бірде жылы ясына келе жатқанда есерсоқ сотқар бала кезігіп соққыға жығып оның бар тапқанын тартып алды. Езуі дүрдиіп пісіп кетті. Денсаулығы жақсарып қалған берік інісінің келуін тағатсыздана күтіп отырды. Көңілсіз оралған інісі ағасына тек бір тілімнен ғана ұстатты. Берікке бет аузын жасырып қолымен көлегейлеп отырды. Ағам көрсе уайымдап ауырып қалар деп ойлады іштей. Мен бүгін шаршадым, ұйықтаймын деп Серік теріс қарап жатып қалды. Онда мен де жатайын деп інісін бауырына қарай қысты. Ағасының мейірімі жанына ием болғандай сезілді. Ауырған жері жанына батса керек, амалсыз көзге ерік беріп Серік өкіріп қоя берді. Берік інісінің таяқ жегенін енді ғана білді. Інісін жұбатты, жаны ашып інісімен бірге өзі де жылады. Ағасы тәуірленіп жазыла бастады. Кешқұрым өздері секілді ата-аналары жоқ дала безер 3-4 балалар келді. Қонып шығуға бола ма деді ширақтау біреуі. Келіңдер деді ішкі жақтан. Балалар топырлап ішке кірді. Бір-бірімен танысып ортаға алау тұтатып алауды айнала қоршап отырды. Ата-аналары не үшін тастап кеткені жайлы сыр шертісті. Содан соң жасаған тентек қылықтарын айтып қыран күлкі болды. Кішкентай жертөленің ішін күлкі мен шаттыққа толтырды. Ағалы-інілі екеуі бүгін тағы да тамақ істеп көше бойымен келе жатты. Серік өткенде өзін соққыға жыққан сотқарды көрді. Серік ағасына: «Анау жолғы мені соққыға жыққан осы» деді кездейсоқ кезіккен сотқар баланы көрсетіп. Өзінше кербезденген бай ауқатының баласы қолын қалтасына салып шіреніп тұр. Ана жолы інісіне әлімжетті көрсетіп басынғанын кек сақтаумен жүрген еді. Сәті түсіп кездескен бетте әлгі балаға жақындап келді де иек тұсынан жұдырықпен аямай ұрды. Бала шалқасынан құлап түсті. Екеуі қаша жөнелді. Бірнеше көшеден кейін ентіккендерін басып дем алды да, дүкеннен дәмді бірдеме алмақшы болып жатқанда, соққыға жығылған баланың анасы инспектормен қуып келіп, Берікті тергеу бөліміне қарай ала жөнелді. Инспектордың соққы таяғы жанына батпады ма, еш сезбеді. Мұндайға көзі үйренген Серік үнсіз қала берді. Қабағы қатулы аға инспектор сұрақты қарша боратып, бірінен соң бірін қойып жатыр. Кенет Берік қабырғада ілулі тұрған суреттердің арасынан анасының бейнесін байқап қалды. Суреттің астында аты жөнімен қоса қайтыс болғандығы туралы жазыла келіп, марқұмның туған туыстарына іздеу саламыз делінген екен. Беріктің көзінен жас бұрқ ете түсті. Жүрегі аузына тығылып, сөйлеуге шамасы келмей қалшылдап кетті. Қатты қобалжыды, аяқ-қолы дірілдей жөнелді. Өз көзіне өзі сенбеді. Жүрегі қан жылады. Бар ойы інісіне тезірек жету болды. Тергеушінің алдында ойы сан сақта отырған Берік атып тұрып, есікке қарай тура ұмтылды. Жан ұшырып жүгіріп келеді. Ал інісі болса, бір жамандық болатынын алдын ала сезгендей жан-жағына жалтақ-жалтақ қарайды. Қарны ашқан соң, көше бойындағы дүкендерді жағалап келе жатыр еді, Серік деген ашы дауыс құлағын шың еткізді. Жалт қарағаны сол еді, қиылыс көшеде өзіне қарай жүгіріп келе жатқан ағасын ту сыртынан соққан машина шалқасынан түсіргенін көрді. «Берік, Берік!» деп ағасына қарай жан ұшыра жүгірді. Дүние төңкерілді, әлем астан кестен болды. Серік екі иығынан солқылдап жылап отыр. Ағасын өлімге қимайды. Беріктің көзінен бір тамшы ғана жас домалап, әдемі қара көздері жұмылып бара жатты. Тағдыр талқысының ауыр азабы, барлық қайғы қасіреті артта қалып, үнсіз ғана әділетсіз дүниені тәрк етті. Бұл жалған өмірдің кермек дәмін ерте татқан қос жеткіншектердің ашы тағдыры еді.